ұлт болу үшін кітап оқуымыз керек дейді президент. Сурет өнері, сөз өнері, архитектура, скульптура, музыка. 5 өнердің соның біріншісі әдебиет. Әдебиет көркем шығарма өмірдің айнасы. Онда бүкіл адамзаттық гуманизмнің категориялары жатыр. Жақсылық, жамандық, махаббат, зұлымдық, әділдік, озбырлық барлығы сонда. Біз көркем шығарманы оқу арқылы өмірді, оның құпиясын, оның табиғатын түсінеміз. Мына қоғамда жақсылық пен жамандық, махаббат пен зұлымдық айқасып жатыр. Егер де бір жамандықты алып тастайтын болса, жақсылықтың екенін білеміз. Махаббат тұрып, екі жанның зұлымдығы. Қоз көрпеш баян сұлудағы екеуінің махаббаты тұрған кім? Солар. Міне осылай оқуымыз керек. Нысанбек Төлеуқұловтың зерттеу бойынша қараса, қазақтың бишешендерінің 500 бишешен болған. 500 бишешен. Ауылдың биі, шешені. Атаның, рудың, тайпаның, халықтың 500. Солар қазақ халқын ұстап үйіп тастап. Алған білімді ұлтқа қызметке жұмсау керек. Мың айдаған, 25 мың, 50 мың айдың жылқы айдаған байлар болған. Тарихта түгі жоқ, аты да қалған жоқ. Ұлтқа қызмет жасағандардың бәрі тарихта қалды. Халық өз патриотын ешқашанда ұмытпайды. Кітап оқитын ұлт жобасы қос қолдап жатырмыз. Біздің мемлекет басшысының, яғни президенттің озық ойлы ұрпақ тәрбиелеу үшін, біз озық ойлы болуымыз үшін осы кітапхана ұстанып қалатын бір дүниеміз осы болып тұрғандықтан осы жоба қолға алынды. Ғалымдардың дәлелдеуі бойынша балалар негізі біздің әдетіміз, кітап оқитын әдетіміз 21 күнде қалыптасады екен. Өз-өзіне есеп беріп отыру үшін қазіргі дүниеде негізі бос уақыт жоқ қой ешкімде, бірақ босқа кеткен уақыттар бар. Уақыттың босқа кетпес үшін осы жаңағы әдетке айналдырып алсаң да, қызығып барып әдетін айналып кеткеннен кейін сіз ол кісіні тоқтата алмайсыз. Менің қояр сұрағым сізге, Мөлдір ханым, яғни кітап оқығанда, көркем шығармаларды, поэмаларды оқығанда, жалпы кітап оқығанда қандай техникаларды қолданасыз? Кішкентай кезімнен бері оқимын кітапты және жазып отырамын. Дүниенің бәрі менің есімде қалу үшін мен соның бір ғана эпизодын өзіме жазып аламын. Жандос Смағұлов, енді сіздің өзіңіздің қазақ әдебиетіндегі топ 3 жазушылар кімдер? Ең құрметтейтінім, классик деп есептейтін ол Ілияс Есенберлин. Көшпенділері арқылы өліп бара жатқан қазақтың рухы тірілді. Ол қазіргі таңда біз электронды кітаптар, аудио кітаптар деген олар көп таралған. Және де жастар қауымы сондайларды көбірек оқиды. Сіздердің ойларыңызша, сол электронды кітаптар жүрекке барады ма? Ол адамның негізі қабылдауына байланысты, жаңағы айтқандай. Кей адам оны тыңдап жақсы есте түсіреді. Қалдаған кезде мүлдем басқаша есте қалады екен адамның. Сенің бұл есте сақтау қабілетіне байланысты.